Атам қазақ, сиыр бақпаған. Қайрат, қазір енді жылқының еті ірі қараның етіне қарағанда арзандап қалды. Бұл жалпы сенің ойыңша қаншалықты дұрыс фермер ретінде? Енді сұранысқа байланысты. Ірі қараның малы өзіңіз білесіз, көбінесе шетелге кетіп жатыр. Қырғызстан, Өзбекстан дегендей. Оңтүстікте ірі қара мал азайып қалды. Ал солтүстікте көп. Оңтүстіктің жігіттері келіп сатып алғандықтан, солтүстіктің жігіттері бағаны көтеріп отыр. Жалпы нарықта былай ойнап тұрады ғой енді. Бұл сендегі жылқылар бордақыда тұрғандар бар ма? Иә. Ірі қараның еті жақсы өте ме, әлде ненің? Ірі қараның еті. Сен енді қалай қарапайым фермер ретінде қазір акцентті көбіне не нәрсеге беріп жатсың? Жылқыға. Сонда да жылқыға, иә? Не үшін? Енді атам қазақ, сиыр бақпаған. Жылқы дейсің ғой. Қой мен жылқы. Жылқының артықшылықтарын айтшы, жалпы жылқы ұстағанда. Жылқы кісінеген үйде шайтан болмайды дейді. Ол біріншіден Мұхаммед алейкуассалам пайғамбарымыздың хадистерінде бар. Және де жылқы дейді, күн батқаннан таң атқанға дейін дейді, өзінің иесіне саллаллаху айтып отырады дейді. Сонымен қатар жылқының кекілінде береке бар дейді. Ол туралы да хадис бар. Және де жылқы малын енді 2 жасымнан бері танимын. 2 жасымнан атқа отырғам, атқа қонғам. Содан бері осы жылқы 4 тұяқтан айырыла алмай жүрміз.